Кеш жарық достар. Нью-Йорктегі әйгілі көше баскетбол алаңында командан жас және талантты Дакс Уинслоу жаттықтырады. Оның негізгі арманы әр жыл ұйымдастырылатын турнирге жетістікке жетіп $100,000 ие болу және спортшыларынан шынайы аңыздар жасау. Өзінің сенімсіздігіне байланысты осы арманына әлі де қол жете алмады. Даксқа 60-шы жылдардағы әйгілі NBA ойыншысынан Дрю ағай лақабатынан танымал спортсменнен көмек сұрауын ұсынады. Бірақ жасы үлкен қарттың пайдасы неде деп күмәнданады. Ол өзінің арманына жете ала ма деген сұраққа ролик қорытындысы бойынша білетін боласыз. Арнаға жазылып өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Дакс Уинслоу спорт дүкенінде жұмыс істейді және көшедегі әуесқой ойыншыларынан арасында баскетбол командасын жаттықтырады. Оның басты жұлдызы бар, ол командасын әрқашан жеңіске сүйрейді. Соның арқасында турнирде жеңіске жетуге деген үміт береді. Оның есімі Каспер Джонс. Алайда оның әйгілі ойыншысының көзіне тағы бір тәлімгер, Дакстың қас жауы Муки өз командасына тартқысы келеді. Балалық шағында жергілікті жарыстың финалында Муки Дакстың соңғы соққысын жауып тастап, оған бұл туралы осы күнге дейін тынымсыз еске алады. Муки және оның командасы жыл сайынғы баскетбол турнирінің жеңімпаздары болып табылады. Мұндай мәлімдемеге үрейленіп, Дакс жағдайды бақылауға алуға тырысады. Ол Каспердің ойынға арналған жаңа қымбат аяқ киім алу туралы өтінішіне амалсыздан келіседі. Дакс өзінің балалық шағын әрдайым құрдастарын жас отбасылары бірінен соң бірі асырап алып кететін. Сөйтіп жасөспірімге дейін жетім балалар үйінде өткізген болатын. Бала әрқашанда жалғыз қалатын. Сол уақытта Майкл Джордан керемет ойына тамсанып баскетболға қызығушылық танытты. Дакс үздіксіз жаттығып керемет формаға ие болды. Содан кейін команда құрды. Оның таланты тез ашылды, бірақ финалдағы жеңілісінен кейін ол енді алаңға ойнауға шықпайтын. Тағы да айтып кететін жайт, жігіт өзінің сүйіктісі Джеспен бірге тұрады. Оның ойында тек брендтік заттарды сатып алу. Айна алдында Дакс командасымен жеңіске жеткенде сыйақы ақшаны қайда жұмсайтын қиялдайды. Ал Дакс бұл ақшаға жігіт ұмтылатын отбасылық өмірді құру туралы ойлайды. Дакс әдеттегідей жұмысқа, ал Джес шопингке барады. Жұп дүкенде кездеседі. Онда жаттықтырушы жұлдызды ойыншыға уәде етілген аяқ киім сатып алып береді. Каспер тәлімгерден командаға бүкіл ойыншыларға аяқ киіммен қамтамасыз етуді талап етеді. Ал Дакс өз жұлдызына сенеді. Алайда қызметкерге жеңілдікпен болса да оған ақша жетіспейді. Содан кейін ол Джестен қарыз ақша алады. Енді ол қарызын жеңіске жеткен сыйақының жартысын құрайды. Келесі жаттығуларда Дакс өзінің барлық жетістіктерін салған әр ойыншы үшін жаңа формамен сыйлайды. Бірақ та Каспер командасымен дәл жарыстың қарсаңында оны лақтырып Мукидің қол астында ойнайтынын хабарлайды. Осыған байланысты Джесс Дакспен қарым-қатынасын тоқтатып үйінен қуып жібереді. Барлық шығындарға қарамастан Дакстың әлі де достары бар. Ол барбершоптағы шаш алдыруға келетін зейнеткер компаниясы. Жолдастары оны жастық шағында аты аңызға айналған баскетбол жұлдызы Дрю ағай көмегіне жүгінуге шақырады. Дакс бұл идеядан дереу бас тартады және көше ойыншыларының арасында команда жинауға тырысады. Бірақ ол білетін әр алаңды талантты ойыншыларды таппайды. Шарасыздықтан ол әдетті бір алаңға келіп тоқтайды. Баскетболшылардың ойына түсініктеме беріп, орындықта отырған қартты байқайды. Қарт ағай жастарға қателіктерін және қалай ойнау керек екенін ақыл айтады. Бірақ жастарға ұнамай, ішіндегі ең батылдысы қарт адаммен бірге бір ойнауға ұсынады. Егер қарт ұтылса, енді комментатор ретінде болып алаңға көрінбейді. Ойын кезінде бұл қарт алдында айтылған Дрю ағай екені белгілі болды. Жасы үлкеніне қарамастан жас ойыншыны тас талқан шығарады және оны қатты қошеметпен алаңнан шығарып салады. Дакс оның артынан асығып, аты аңызға айналған ойыншыны ракер турниріне қатысуға өтінеді. Бірақ та сыйақыны айтпай, шеберлікті жас ұрпаққа беру мүмкіндігі деген сылтаумен ұсынады. Алайда Дрю ағай командасы тек менің достарымнан тұрады деген шарт қойып келіседі. Көп күтпей қария Вашингтонға бірінші ойыншыны алу үшін өзінің фургонына Даксты отырғызады. Келесі күні таңертең олар екеуі қалаға жетеді. Бірінші ойыншы діни қызметкер ретінде шіркеуде жұмыс істейді. Ол балаларды шомылдыру рәсімінен өткізеді. Онда ол нәрестені баскетбол добы секілді елестетіп неше түрлі трюктерді жасайды. Ал дәрет алу үшін баланы корзинаға салғандай суға лақтыра жаздайды. Салтанатты рәсімнен кейін Дрю ағай досына қал жағдайын біліп қайтады. 35 жылдық үзілістен кейін ойнауға келісім береді. Тағдырлы жарыстан 3 күн бұрын компания қарттар үйінің аумағына кіреді. Мұнда Дрю ағай Уилбер Уэллсті іздейді. Ол қырағы қарт деп аталады. Қарт көзілдірікпен баскетбол корзина ойын автоматтарының залында болады және бірден ескі досын оралу туралы ұсынысына келіседі. Алайда Даксты таңғалдырған мәлімет қырағы қарт негізгі соққы қарт екені анықталды. Дрю ағай келесі кезекпен басқа бұрынғы досын табады. Оның лақап аты Кет. Мүгедектер арбасындағы қарт адам алысқа қарайды. Алайда Дрю саусақтарын жеңіл қимылын
байқайды. Ол допты ұстауға дайын екенін түсініп жолдасына допты лақтырады. Кет жарысқа қатысуға ойланбай келіседі және оның немересі Майя экипажбен бірге жіберіледі. Немересі Даксқа лақап аттың шығу тарихын айтып береді. Ол алаңға шыққан сайын тек бір модельді кроссовкалар киеді екен, басқаларын ойнаудан бас тартады. Енді Дрю ағай карате үйірмесіне жалғыз кетеді. Бугай есімді жолдасы шәкірт болып жұмыс істейді. Ол Дрюді көргенде қошеметсіз басына соққы беріп есінен танытады. Бұны көргеннен кейін Дакс пен діни қызметкер көмекке асығады. Бұрынғы достардың арасындағы ұзақ уақытқа созылған арасқа байланысты Бугай енді алаңда Дрюмен бірге ойнауға бас тартады. Алайда ол діни қызметкерден бүкіл командан жиналған естиді. Ал Дакс Бугайды көндіріп, жарыс біткеннен кейін ғана Дрю ағаймен ұрысын жалғастыруын дұрыс шешім екенін айтады. Ақыры Бугай келіседі. Турнирге бір күн қалғанда команда бүкіл ойыншылармен Нью-Йоркке оралды. Бірден Ракер стадионына барып, капитан ойыншыларды алаңның ортасына жинайды. Онда олар жас кезінде көптеген тарпынды ойындарын еске алады. Капитан сөмкені шеңбердің ортасына қояды. Оның ішінен бірінші болып көзілдірік шықты. Оны жолдасы бірден киіп, көру қабілетіне ие болды және допты бірден корзинаға лақтырды. Содан кейін сумка ішінен алтын крестің корпусын шығарды. Оны бала кезінде діни қызметкер Дрюге "Ол саған сен білмейтін күш береді" деген сөздермен сыйға тартқан болатын. Енді ол ескі досына қайтарды. Кет қартқа өзінің бойтұмар аяқ киім сыйға тартты. Қарт оны киіп аяққа тұрғанда барлығын таңғалдырады. Тек Бугай ғана қалады. Дрю ағай оның 15 жасында бірге жеңген алғашқы турнирдан жеңіс кубогын береді. Бірақ бұл сыйаққа жеткіліксіз болып оны кешірмейді. Бугай Ракет чемпионатын бірінші күні таңертең алаңнан кетеді. Барлық команда қатысушылары $100,000 күресін бастайды. Каспер және оның бастаған командасы Моки жаттықтырушымен бірге бірінен соң бірі жеңіске жетеді. Ал Дакс командасына 5-ші ойыншы жетпейді. Амалсыздан Дрю ағай қазір Дакс өзіне ойнауға итермелейді. Бірақ ақыр соңында Бугай келеді және ойын барысында Дрю ағаймен қырылысып қақтығысады. Дакс қақтығысты уақытша өте алып және команда ойынды жалғастырды. Дрю ағай бірінен соң бірі гол соқты, қарсыластарын артта қалдырады. Келесі күні Дрю ағай Бугаймен зират қабіріне барды. Мұнда жерленген Бугайдың жары екен. Жас кезінде Дрю ағай 68 жылы турнир алдында ол қызымен бірге түн өткізген екен. Енді Бугай сол оқиғадан кейін досына ренжулі екен. Бугай әйелін ессіз сүйді, бірақ Дрю ағай да оған деген ыстық сезімдерін сезінген мойындады. Бұл аян достар арасында көп жылдық қабырғаны бұзды және көптен күткен кешірім сұрауын естігенде Бугай достық үшін ашуын босатады. Дрю ағай ойынға дайындалып жатыр және оны Ракер саябағын мінберінен ескі барбершоп достарын тауып алады. Олардан ол бірінші рет және командан қазір үлкен сыйақы үшін күресіп жатқан білді. Дрю ағай бірден жалған Дакстың мұның бәрі ойынның өзі үшін емес, ақша үшін ұйымдастырғанын түсінді. Ашуланған ол баскетболға деген сүйіспеншілігін пайда табу үшін пайдалануға батылы бар жаттықтырушыға барады. Алайда алаяқтық туралы айыптауға жауап ретінде кенеттен Дакстың баскетболды қаншалықты жақсы көретіні туралы аяндары естіледі. Бұған жауап ретінде Дакс өзінің жойқын жеңіліс туралы айтты. Содан кейін ол ешқашан алаңға шығып реванш ала алмады. Бұл оқиға Дрю ағайға деген сенімді қайтарды. Команда кезекті ойындарын өткізді. Жанды қарттар бірінен соң бірі гол соғып, көрермендердің қошеметіне бөленіп сенімді жеңіске жетті. Келесі ойын алдындағы түнде компания кешке барды. Жастардың бос билеріне қарап, команда ескі күндерін шайқап, жарыс ұйымдастыруды шешті. Бірінші боп қарттар шығып, би алаң бүкілін бұзды. Қарттар жас ұрпаққа мінсіз хореографияны көрсетті. Команда жас кездерін еске алғанда, Дакс пен Май арасында диалог құрайды. Олардың арасында өзара жанашырлы бар екен анықталады. Бірақ Дакс қайтадан мүмкіндікті пайдаланудан қорқады. Дакс ыңғайсыздықпен кетіп, оны жалғыз қалдырып, үлкендердің нұсқауларын тыңдайды. Келесі күні баскетболшылар финалға шығу үшін сенімді түрде күресін жалғастырды. Ойын бір қалыпты жүріп жатыр және Бугай оларға чемпион атағы үшін шешуші шайқасқа жол беретін соңғы соққыны жасайды. Бірақ өзі кенеттен алаңға құлап түседі. Алпауыт адамда ес-түссіз реанимацияға барды. Даншылған экипаж әрі қарай қалай жүру керектігін ойластырды және кенеттен діни қызметкердің әйелі Беттилу ауруханаға келді. Өзімен бірге кроссовкиін алып ойынға дайын екенін айтады. Жаңа құрамдағы команда алаңға эпикалық түрде шықты. Ол қарсылас маңайында басқа финалистер Муки мен оның командасы күтеді. Үлкен Касперге қарсы төтеп беру оңай емес, бірақ Дрю ағайдың командасы да үлесуге тырысты. Осыған қарамастан бірінші 90 Муки пайдасына үлкен маржамен аяқталады. Әрі қарай ойын одан да нашар өтті. Доп қарттардың картинасына үзіліссіз ұшады, ал өздері жаттықтырушы Даксты естімейді. Ол жағдайды трибунадан кеңестермен түзетуге тырысты. Кейінірек команда әлі де рухпен жиналып ойнай бастады. Үшінші 90-ның соңында олар ұпайларды іс жүзінде теңестіре алмады. 2 ұпай айырмашылық қалды. Каспер допты жұлып алып жеңіске жету үшін қарттар
корзинасына қарай жүгірді. Алайда Зорки қорғанысқа асығып Касперді ұрады, бірақ өзі де жарақат алды. Тайм-аут жарияланып, команда трибунаға жиналды. Дакс ойлануға уақыт бермей, Дрю ағай алаңға шығып, ойыншыны ауыстыру керек екенін айтады. Дакс оны тыңдағысы келмейді, бірақ қатал Дрю оның жастық шағын қателігін ұмытып, мүмкіндікті пайдалануға мәжбүр етеді. Бүкіл сеніммен жиналып, Дакс ойынға шығуға келісті. 1 минуттан сәл астам уақыт ішінде 2 ұпайлық алшақтық тез артады. Алаңға шыққан Моки өз командасына пайда әкеледі, бірақ діни қызметкер оны тез түзетеді. Даксқа шабуыл жасау үшін азап шегеді, бірақ ол допты тартып алып, сенімді түрде алға ұмтылады. Ойынның аяқталуына 8 секунд қалғанда Дакс командасымен тайм-аут алды. Ол соңғы лақтыру стратегиясын өзгертуді шешеді. Алайда команда оны қолдап матчқа нүкте қоюға мәжбүрлейді. Толқуды жеңе отырып, Дакс командамен бірге алаңға шықты. Ақиқат сәті келді. Дрю ағай допты жұлып алып Даксқа берді. Ол Мукиді алдап, соңғы нүктесін қойып, командасын қошеметпен жеңіске келеді. Эмоцияға бөлініп, Дакс жіберіп алған тағы бір мүмкіндігі пайдалануға батылы барып, ақыры маян сүйеді. Жеңіске жеткен сыйақы ақшаны ойыншылар Бугайдың емделуіне ақ төлейді. Ал команда баскетбол турнирінің жаңа жұлдызы Ракер туралы теледидарда репортаж көреді. Фильмнің атауын сіз әдеттегідей сипаттамадан көре аласыз. Комментарияда қарттар командасының қайсысы сізге қатты әсер еткенін жазыңыз. Және келесі видеоларды жіберіп алмау үшін осы роликке лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.